Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін жүзім мен қара өріктен қысқа арналған компот дайындаймыз. Компотқа жүзімнің кез келген түрін қосуға болады. Менде қызыл жүзім. Ең алдымен жүзім мен қара өрікті тазалап жуып аламыз. Банка қақпақтарды алдын ала стерилдеп алдым. Енді қара өрікті осылай таяқшаның көмегімен тесіп салсаңыздар болады, бірақ ол міндетті емес. Мен әр банкаға 10 данадан қара өрік салып шықтым. Енді жартысына толмайтындай етіп үстінен жүзім салып шығамыз. Енді банкілерге ыстық су құйып толтырып, қақпағын жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Жиырма минут өткеннен кейін арнайы қақпақтың көмегімен банкідегі суларымызды үлкен ыдысқа құйып шығамыз. Сосын ол суды 5-10 минут қайнатып, қайтадан банкілерге құйып шығамыз. Суымыз қайнағанша банкілерге қант салып шығамыз. Мен әрбір 2 литрлік банкіге 200 граммнан қант салдым. Енді жаңағы қайнаған суымызды банкілерге толтырып құйып, қақпағын жауып шығамыз. Осымен компотымыз дайын. Қанты еру үшін осылай жасасаңыздар болады. Одан кейін банкілерді төңкеріп, бір тәулікке жылы көрпемен орап қоямыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.